Ол кезде ауылдан келген белім шыбықтай жас бойжеткен едім. Қасымда өзімнен 4 жасқа үлкен әпкем бар. Ол осы жылы оқуын бітіріп жұмысқа тұрды. Мектепте мұғалім. Мені де өзі оқыған университетке тапсырғалы жатыр. Өзім сондай қуанып жүрмін. Әпкемді қатты жақсы көремін. Мен үшін жүгіріп жүр. Бала кезден солай барлық жағдайымды жасап, үнемі қамқор. Әке-шешем де, бауырларым да қарапайым жандар. Үйде әпкем екеуміз ғана оқу оқыдық. Бізден кейінгі 2 інім мүлдем оқуға ынтасы жоқ. Сонда да әкем сүйреп жүріп колледж оқытты. Әпкемнің арқасында университетке құжатты оңай тапсырдым. Құжат тапсыруға кезекте тұрғанымда, алдымда тұрған жігіт менімен танысқысы келіп, атыңыз кім деп әңгімесі бастап жатқанда, әпкем алдыңа қара, саған қыз емес, оқуың маңызды болу керек деп әлгі жігітке ұрсып тастады. Кейінірек үйге қайтқанда, есіңде болсын, жігіттермен таныспа, әлі жассың, оқуыңа кедергі болады. Оқуыңды бітіріп жұмыс жаса, жігіт деген кез келген уақытта табыла береді деп өз ақылын айтты. Әпкемнің осы сөзі үшін ешбір жігітке қарамай, әлгі танысқысы келген жігіт ізімнен 3 жыл бойы жүгірсе де қарамай жүрдім. Бірақ ол жігітке қатты ғашық болдым. Ол менің ізімнен мәңгі жүгіреді деп ойладым. Сабақ басталып, университетке алғаш аяқ бастым. Сол күні әлгі жігітке көзім түсті. Жүрегім бірден дүрсілдеп кетті. Ол жаныма келіп амандасты. Мен тек ауызбен ғана амандасып, оның ұсынған қолын алмадым. Күн сайын оның күлкісі, дауысы, тіпті қарапайым қимылдары да менің ойымнан шықпайтын болды. Мен оған ғашық болдым, шын ғашық. Бірақ әпкемнің жігітпен сөйлесуіме қарсы екенін білетінмін. Сондықтан ішімдегі отты өшіруге тырыстым. Өз-өзіме уәде бердім. Университетті бітіріп, жұмысқа тұрып, өз аяғымнан тұрған соң ғана, сол кезде ғана онымен ашық сөйлесемін. Сол кезде ғана сезімімді айтамын. Бірақ өмір мен ойлағандай емес еді. Ол 3 жыл бойы ізімнен қалмады. 3 жыл бойы жүгіріп, мені іздеп, сезімін ашық айтып, үмітпен қарап тұрды. Әр жолы жүрегім дірілдеп, иә деп айтқым келді. Күт мені, мен де сені сүйемін деп айтқым келді. Бірақ тіл ұшыма келген сөзі жұтып қойдым. Сезімімді ашық айту өзімді тым осал, тым әлсіз көрсеткендей көрінді. Әпкемнің қарсылығы менің аузымды құлыптады. Сондықтан мен оған ешқашан күт деп те айта алмадым. 3-ші курсты бітіріп, демалысқа шығып ауылға қайттық. Әпкемнің жігіті бар екен, бірақ еш уақытта маған айтпады, білдірмеді. Пәтерде бірге тұрдық. Еш уақытта жігіті туралы сырласпады. Тек біздің арамызда сабақ туралы әңгіме болды. Сол демалысқа келгенде әпкем сөйлесіп жүрген жігітіне тұрмысқа шығып кетті. Ол кезде алып қашу еді. Әрине келісіп алып қашқан. Ол жігіт сол жұмыс жасап жүрген мектепте мұғалім екен. Әпкем тұрмысқа шығып кеткенде не қуанарымды, не қуанбасымды білмедім. Өйткені мен ғашық болған жігіттің туған ағасына тұрмысқа шыққан еді. Ішімнен қатты қайғырдым. Енді біз туыспыз, енді ол жігітпен қол ұстасу ұят деген нәрсе жүрегімді өртеп барады. Түр бермей, әпкемнің алдында күлуге тырысып-ақ жүрмін. Ол жігіт Нұрғанат, енді құда бала болды. Ол да мен сезінген сезіммен жүрген секілді. Сол күні әпкемнің тойында соңғы рет биледік. Ол құлағыма сыбырлап, қош бол алғашқы махаббатым деген сөзді музыканың шуынан әзер естідім. Еріксіз көзіме жас келді. Ешкімге білдіртпеуге тырыстым. Той аяқталғанша құда бала мені бәрінен қызғанып, өзі билеп жүрді. Басқа жігітпен билеуге мүмкіндік бермей. Сол кезде менде сезімімді айтқым келді. Бірақ ұят деген сезім мені тағы да тоқтатты. Сол тайда жүрегім жараланып, қайта жолда көлік ішінде үнсіз жылап келгенім бар. Көп ұзамай оқуым басталды. Соңғы курс. Менде әпкем секілді мұғалім мамандығын оқыдым. Әпкем таныстарыммен сөйлесіп, менің қасыма бір қызды дайындап қойыпты. Ол қыз да соңғы курстан. Ол қыз өте ашық, әңгімешіл. Бірден адамдармен араласып кетеді. Ең қызығы ол Нұрқанаттың группаласы. Пәтерде бірге тұратын қызбен жақын араласып кеттім.
Ол кезде оның Нұрғанаттың группаласы екенін білмеген едім. Әңгіме арасында мен ішімдегі аласұрған сезімімді айтып қойдым. Сырымды ол қыздан басқа ешкімге айтпадым. Содан ол қыз менің құрбым болды. Екеуміз университетке барған кезде Нұрғанат алдымнан шығып қалды. «О, Құдаша, қалайсың?» деп амандасты. Әдеттегідей қолымды бермей, басымды изеп, даусымды әзер шығардым. Сәлем деген сөзді әзер айтамын. Сол кезде әлгі құрбым жымыңдап маған қарайды. Енді ол мен және Нұрғанат туралы түсініп қойды. Сол құрбым көп ұзамай менің сырымды Нұрғанатқа жеткізіпті. Ол байқұс қолына тәттісін бір пакет қылып пәтер алдына келіп тұр. Шошып кеттім. Басында құрбыма келген болар дедім. Жоқ, маған келіп тұр. Құрбым болса, мен сен туралы шындықты Нұрғанатқа айтып қойдым. Бар енді, ол саған келіп тұр. Тезірек шық деп мені үйден қуды. Не істерімді білмей, сен таза жынды екенсің ғой. Мен енді Нұрғанаттың алдында қалай жүремін дей беріппін. Әзер дегенде есік алдына шықтым. Онда да құрбым сүйрегенде алып шықты. Нұрғанаттың қолындағы тәттілерді шай ішеміз деп алдыда тайып тұрды. Тіліміз байланған біз Нұрғанат екеуміз қалдық. Подъезд алдындағы скамейкада бір сағаттан ары үнсіз отырдық. Сосын ол біз деген сөзді бастап жатқанда мен оның сөзін бөліп, біз ендігі жерде туыспыз, басқа ештеңе жоқ. Барлығы өткен күнде қалды. Енді бұлай келгеніңді қаламаймын. Бұлай қыз бен жігіт болып араласқанымыз ұят. Қош бол деп артыма қарамай үйге кіріп кеттім. Сол күннен соң Нұрғанат екеуміз алыстан ғана сыйластық. Десе де Нұрғанатты ұмыта алмай талай түнді жылаумен өткіздім. Мен диплом алып жатқанда әпкем босанды. Сол кезде бара алмадым. Білмеймін, Нұрғанатты көрсем өзімді қинаймын деген ой болды. Әйтпесе әпкемнің қуанышы ғой. Көп ұзамай мен жұмысқа тұрдым. Айналамда жігіт көп, тек менде сезім жоқ. Өзімді қинап, ол жігіттермен сөйлесіп те, кездесіп те көрдім. Сезім емес, салқындық басым болды. Әлде менің мінезімді көтеретін жігіт кездеспеді ме? Әйтеуір бір-екі кездесуден соң олар хабарсыз кетеді. Арада 2 жыл өтті. Үйдегілер тойға барамыз, әпкенің қайнысы үйленіпті. Шақыру қағазы келді дегенді естіп, еріксіз тағы жылап қалдым. Сөйтсем Нұрғанатты әлі де сүйеді екем. Жұмысты сылтау етіп бармадым. Қаладан қайтпай сол жақта жұмыс жасай бердім. Ешкіммен араласпаймын. Тек бұрын бірге тұрған құрбыммен ғана дос болғаным бар. Ол да дипломды ала сала Нұрғанаттың досына тұрмысқа шығып кетті. Содан кейін көрмедім. Арада тағы жылдар өтті. Өзіме жеке үй алдым. Тұрмысқа шығуға мүлдем қызықпадым. Анам ауылға барған, тұрмысқа шық деп миымды жиды. Бір күні қайғылы хабар келіп, есеңгіретіп тастады. Жалғыз әпкемнен айырылып қалдым. Мен үшін ең ауыр оқиға еді. Ал Нұрғанат барлық туысынан айырылды. Әпкем ата-енесі мен жездемнің ескі көлігімен тойға бара жатқанда жүк көліктің астына кіріп кетіпті. Сол жерде тек жиенім ғана аман қалды. Қанша жерден қайғырсам да әпкем енді жоқ. Артынан қалған 6 жастағы ұлы қалды. Әке-шешем жиенді өз қолына алғысы келді. Бірақ Нұрғанат жалғыз бауырым, ағамның аманаты, өзім бағамын, бермеймін деп шегелеп тұрып айтты. Жиенде біздің үйге көп келмегесін бе, біздері жатырқап келмеді. Сол кезде алғаш рет Нұрғанаттың әйелін көргенім бар. Өте сылаңдап қалған сұлу еді. Қанша жыл болса да араларында бала жоқ. Әпкемнің 40 өткенше Нұрғанатты көріп тұрдым. Қайғырып жүрді. Бір сәтте барлық жанұясынан айырылу оңай емес. Мен сол баяғы жұмысыма келдім. Тек арасында әпкемнің ұлын ойлап қоямын. Анасыз қалай өмір сүріп жүр екен деп. Нұрғанатқа сенемін ғой, ол жылатпас. Әйелі ше? Ол ұнамады. Әлде мен ұнатпадым бекен? Одан кейін ол үйге аяқ баспадым да, хабар-ошарсыз тағы да 2 жыл өтті. Анам бірде қуанып, жиенді өз қолына алғанда таңырқадым. Сөйтсем Нұрғанат жаман суға салынып кеткен. Қара шаңырақ өз үйін әйелі сатып жіберіп, көңілдесімен тайып тұрғанын естіп қапа болдым. Нұрғанатты ондай өмірге қимадым. Өте жақсы жан еді. Әйелінің тірлігі үшін жаман суға салынып кеткен. Анамның жағдайы да анау айтқандай керемет емес. Жиенімде келіндерді жақтырмасы анық.
Көп ойланбай нотариусқа барып, заңды қамқоршылыққа өз атыма алдым. Жиенім келгелі менің де өмірім өзгерді. Әпкемнің жалғыз ұлын еш уақытта ренжітпей өсіруге өзім уәде бердім. Көп ұзамай жаман суын қойып жұмысқа қайта шығып, адамдар қатарына қосылған Нұрғанат қолында тәттілер бар. Мен тұратын үйдің адресін біліп алып келіп тұр. Інісін көріп кетуге келіпті. Жиенім де Нұрғанат ағасын сағынып қалған. Сол күні оны жібермей, кешкі аста бір отбасы секілді көңілді отырдық. Сол күні ішімнен тағы бір үміт жылт етті. Білмеймін, тағы да Нұрғанатқа сезімім оянғандай. Оның тағы да үйге келгенін қаладым. Көп ұзамай мен Нұрғанатқа өзім бір отбасы болуды айттым. Алла маған осы мүмкіндікті берген болар. Ешкім бізге қарсы болмады. Туысқандар қатты қуанды. Нұрғанат екеуміз үшін жаңа өмір басталады. Біз бақытты отбасы болдық. Нұрғанатпен бірге қанша жыл өтсе де арамызда бала болмады. Емделіп те көрді. Күйеуім бедеу екен. Бала сүюім керек деп еш уақытта армандап немесе айтқан емеспін. Ең бастысы мен бақытты әйелмін, анамын. Әпкемнің ұлы мені анасындай көреді. Сол да үлкен бақыт. Нұрғанат екеуміз бірге ақша таптық. Бірге бизнесте ашып тастадық. Барлығын бірге жасап, арамызда ешқандай ұрыс болмады. Барлығы идеальный. Әрбір мерекеде гүл сыйлайды, қымбат сыйлық береді. Әпкемнің ұлын шетелде оқытып, қазір өз бизнесі бар. Пәтері бөлек, басқа қалада өмір сүреді. Өз таңдауы солай болды. Туған күнімде келіп тұрады. 30-ға таяп қалды. Әзірге отбасы құруға дайын емеспін деп жүрген сұр бойдақ. Жақында байқадым. Нұрғанаттың Facebook парақшасынан скрит етілген бір әйелмен сөйлесіп жүргенін. Жүрегім қатты ауырды. Мені әлі де сүйеді деп қатты қателесіппін. Кезінде әйелі көзіне шөп салғанда қандай күй кешкенін менен артық білетін жан ғой. Дәл қазір мен сондай күйде жүрмін. Жасым 50-ден асса да өзіме қарап барлық оқытты жасап жүретінмін. Тек менде сырласу аз, тұйықтау жанмын. Көп әңгіме айта алмаймын. Сол үшін Нұрғанат басқа жанды таңдадым екен. Не істесем екен? Нұрғанатпен ажырасып, жалғыз өмір сүрейін бе? Ешқандай ұрыс шығарғым келмейді. Нұрғанаттың сатқындығын ойласам, өз-өзімді әзер ұстап, осы жылдар бойы маған бақыт сыйлады ғой. Барлығының шегі болады емес пе? Менің отбасылық өмірім де осы жерге жеткен болар.